конфликтіден шығудың ең бірінші жолы оны ушықтырмау. Қазақ айтады ғой әлгі, тәуіптің ең жақсысы ауруға ауру қосып бермеген деп. Біз бір адаммен конфликті болып қалдық. Сол кезде бірінші кезекте біз сабыр қылып ойланып отыру керек. Бұдан қалай шығам? Бұны не істеуге болады деп, бірінші адам өзіне өзі тыныштық беру керек. Өзіне өзі тыныштық беріп, эмоцияға берілмей, ананың сөздерін қайта-қайта еске ала бермей, ар жақтың жасаған иттігін еске ала бермей, оны санадан шығарып, өзіңмен өзің қалсаң, адамның басы, жүрегі қосылған кезде оған дұрыс идея келеді. Бәленшемен ақылдасайыншы. Осы түгеншенің басынан да осындай жағдай өтіп еді ғой. Сол жағдайға байланысты не айтар екен маған деп, жаңағы ақылдаса бастайды. Міне сол ақылдасқан жерде береке бар. Дінімізде өзі истишара, истихара деген екі үлкен құндылық бар. Истишара деген не? Адамдармен истишара жасап ақылдасу. Истихара деген не? Алламен ақылдасу. Екі бас намазыңызды оқып, Алламен ақылдасасыз. Я Алла, мен осындай істейін деп ем, дүние ақыретіме қайырлы болса нәсіп ет. Осындай нәрсеге шешім қабылдап тұрмын, дүние ақыретіме қайырсыз болса алыс қыл деп, Алламен ақылдасу. Истихара деген дұға намаздан кейін оқылатын. Ал истишара деген істі білетін майталман мамандармен, немесе өмірлік тәжірибесі бар адамдарменен ақылдасып отырып, осы мәселені шешу. Ал енді адамдардың ортасында әртүрлі конфликті болады, болмайды емес, әрқандай жағдайлар болады. Адамдардың басында әртүрлі даудың туындау себептері болады. Бірақ біз даудан қорқуымыз керек. Кейбір бәлеқор адамдар болады. Өзі бәлеқорлық жасамаса, қазақ айтады ғой, қос үйді қоса қондырмайтын деп. Екі үйді қатар қондырмайтын адамдар болады. Жаңағы айтады ғой, жаман адамға мал бітсе дейді, жанына қоңсы қондырмас. Жаман атқа жал бітсе, жанына торсық байлатпас дейді. Кейбір адамдар болады, негізінен жармаған, бір қиын адамдар болады, бәле іздеп жүреді. Қанша оменен жақсы болайын десең де, ол жақсы болмайды. Ондай жағдайда мүмкін алыстаудың да абзалдығы бар шығар, одан араңды алыстатып жібергеніңде. Сондықтан фитна деген нәрседен, дау-дамай дегеннен біз қорқуымыз керек. Неге? Себебі дау-дамай деген нәрсе, ол ең соңында кісі өліміне дейін алып барады. Дау-дамай деген екі ағайынды елдің екі бөлек көшіп кетуіне дейін алып келеді. Бір-бірінің бетін көріспей, ертең қияметке барғанда Құдайдың алдында бір-біріменен дауласатын жағдайға дейін алып барады. Сондықтан кез келген конфликтіні балаламай тұрып, кез келген конфликтіні ұлғайып кетпей тұрып шешсеңіз, ол оңай шешіледі. Бір мысал айтайын. Ілгеріде бір екі шайтан бір-бірімен бәстеседі. Мен көп бүлік жасайым, мен көп бүлік жасайым деп. Ертең көреміз, ертең кездесеміз дейді. Сонымен бір шайтан келеді, сөйтеді де көрші үйдің байлаулы тұрған есегін босатып жібереді. Сосын байлаулы тұрған есек түнделетіп босайды да көрші үйдің бақшасына кіреді. Көрші үйдің бақшасында керемет өсіп тұрған гүлдерді, жеміс берейін деп тұрған бүкіл көкөністердің барлығын таптап, жеп, быт-шытын шығарады. Таң ала кеуімде әлгі үйдің әйелі оянса, өзінің үлпілдетіп бағып-қағып отырған бақшасын көрші үйдің есегі талқандап тастаған, ортасында қарны қабақтай болып тұр. Сосын күйеуінің мылтығын алып келеді да, жаңағы тарс еткізіп көрші үйдің есегін атып тастайды. Мылтықтың даусынан есектің егесі оянып кетеді. Атып тұрса, біреу қолына мылтық алып, осы үйге қарап тұр, есегі өліп жатыр. Бұл да жүгіріп барып мылтығын алады да, жаңағы қараңдап тұрған әйелді қарамастан басып салады. Ашуменен сасқалақтап жүріп. Сосын әйелдің күйеуі үйінен шығады, қараса әйелі жайрап жатыр, әне жерде ешек өліп жатыр. Бұл мылтықты алып қараса, көрші үйдің адамы қолында мылтығы бар, дірілдеп тұр. Ол көрші үйдің иесін тарс еткізіп атып тастайды. Өстіп қырғын болып жатқанда ел келеді, ажыратып алады, соменен таң атады, жұрттың барлығы айғай-шу, дау-дамай қырғын болып кетеді. Кешке әлгі екі шайтан жолығады. Сөйтіп екінші шайтан таң қалады. Масқара, мынау көп шайтанның қолынан келмейтін сұмдық нәрсені ұйымдастырыпсың ғой бір күннің ішінде. Сен қалай істедің дегенде, жоқ, мен ештеңе істеген жоқпын дейді. Жоқ, енді бірдеңемен бастаған шығарсың дегенде, жай әшейін есектің бас жібін шешіп жібергем деп айтады. Жай ғана бір есектің бас жібін шешіп жібергем деп. Былай қарасаң, шынында да осы бір есектің бас жібін шешіп жіберген сияқты нәрседен ең соңында кісі өліміне дейін алып баратын жағдайлар болады. Сондықтан пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам дау-дамай, ұрыс керіс деген нәрсенің салдарынан қатты қорқатын сондай, мына жақта Меккеден келген мұхажирлар мен Мәдинада тұратын аңсарлар
бір сөзге ілінісіп, бір-біріменен дауласып жатыр деген хабарды естісе, мешітте жұмада құтпа айтып тұрған жерін тастап, келіп, ана адамдардың ортасын жарастырып, содан кейін барып кетеді екен. Сондықтан ағайын туысқандар, бұл дау-дамай, ырың-жырың, ұрыс-керіс деген нәрсе талай отбасының түбіне жетті.